мұсылман қыз бала балиғат жасына келген кезде орамал тағу парыз болады. Шариғатта балиғат жасы етеккір басталған кезде басталады екен. Сол уақыттан бастап қыз бала орамал тағу парыз болады. Аурет жерлерін жабу. Шариғат бойынша бетімен және алақан ғана көріну керек. Басқа жерлері көрінбеу керек. Осы парыз амалды істемеу өзі белгілі нәрсе, үлкен күнә. Енді оған кедергі жасап, тыйым салу, ол да одан да үлкен күнә. Кейбір адамдарымыз соған білімдері жетпей, сондай жаман әрекет жасайды, жаман амал істейді, тыйым салады. Әртүрлі сылтаумен немен тыйым салады. Бізде дінімізде мынандай бір жерде мұсылман бол, бір жерде мынандай бол, бір жерде ұста, бір жерде ұстама деген нәрсе жүрмейді. Алланың құлы әрдайым Алланың құлшылығын орындап жүреді. Далада, көшеде, үйде, қай жерде жүрсе де мұсылманшылықты сақтайды, Алланың бұйрықтарын орындап жүреді. Сондықтан бір жерде бұлай кисе болады, бір жерде кимесе болады деген нәрсе, ол біздің дінімізде ондай екі жүзділік, ондай екі сөйлеу нәрсе жоқ. Бізде шынайы дінімізде тек қана бір Алланың разылығын тауып, және осылай мұсылман адам дүзі жүреді.